Ассалаумағалейкум. Индрайвер 5000 теңге каждыйына бонус беріп жатыр. Оны қалай алу керек, қазір айтамын. Мен алып үлгермей қалдым, мен білмей қалдым. Анау рекламадан көріп, тіркеле салсаң, одан тіркеліп еще заказ жасап қойған болсаң, ол кезде бонус бермейді екен. А егер сен тіркелген болып, по городу заказ жасамаған болсаң, осы жарты жылдың ішінде, саған мүмкіндік бар бонус алуға 5000. Мен соны заказ жасап қойғаннан кейін барып білдім. Қазір көрсетсем қалай алу керек екен. Ол үшін индрайвер, Play Market'тен индрайвер приложениесін скачать етіп алу керек. Қазір телефоннан көрсетейін. Индрайверге ашып кіреміз. Мына жерге номер тересіңдер өздерің. Қазір оны. Как вам удобно получить код дейді. SMS-пен. Өйстіп, номерін теріп кірдім. Разрешить только во время использования. Басам, включить геолокацию. Так, мына жерге атын жазасын, одан кейін подтвердите, что вы согласны с условиями дейді. Подтвердить деп продолжить басасын. Мына жерден жаңағы үштінені басып. Стать водителем. Готовы начать поездку. Окей. У вас включен режим энергосбережения. Вас могут. Так, ладно. Если приложение сможет запускать в фоновом режиме. Разрешить. Мына жерде енді қазір водительский ашылды ғой. Приложение ше. Қазір пассажир іздеп жатыр. Регистрация жасау керек, 5000 теңге бонусты алу үшін. Регистрация, ол онлайн регистрация деген бар. Көрдіңіздер ме, мына үш полосаны басқан кезде бүйтіп астыңғы жағында онлайн регистрация деген бар. Осыны басу керек. Содан город, курьер или грузовой мастер. Бізге по городу керек. Город Алматы ғой, Алматының ішінде бонустар беріп жатқаным. Авто. Содан мына жерде данныйдың бәрін толтыру керек. Основная информация. Мына жерге фото, өзің түріңді водительдің ше. Аты, фамилиясы, дата рождения. В общем, email, почта. Бәрін мына жерге толтырасыңдар. Сурет анық болу керек. Очкисіз, хорошее освещение, без фильтра дейді. В общем, осыны бәрін толтырғаннан кейін. Так. Келесі мынау бар. Водительские удостоверения. Номер водительского удостоверения қай жеріне тұратын білетін шығарсыздар. Соны теру керек мына жерге. Сосын добавить фото. Удостоверение. Праваның ғой мына жерде. Мына жерге праваның номері, мына жерге праваның алдыңғы беті, обратная сторона, мына жаққа артқы беті. Сосын дата истечения срока действия дейді. Ана праваның уақыт мерзімі, бітетін мерзімі. Қай кезде алған уақыт емес, қай кезде бітет. Сосын мына жерде водительский праваны стап тұрып, тура осылай суретке түсесің. Добавить фото деп басқан кезде уже камерасы шығады. Сөйтіп түсіре саласың. И готово деген баса бересің. Одан кейін мына жерге иінді. Өзің иінін жазасың. Тоже готово деп басасың. Осының бәрін толтырып болғаннан кейін данные о транспорте. Машинаның маркасы, в общем, мына жерде госномерін жазасың. Мына жерге фотография транспорта дейді. Машинаның суретін. Машинаның суреті бұл жерде рульдің суреті емес. Көбісі рульдің суретін салып сөйтеді екен ғой.
машина ішінде отқан өзінің суретін түсіреді. Мына жерде сыртқа шығып машинаның несін номері көрініп тұратын деп, тура осындай болып тұру керек қой. Сурет түсіріп салғаннан кейін готовыны басып, одан кейін свидетельство о регистрации техпаспорта, машинаның документін толтырасың мына жерге, суреттерін, год выпуска, машинаның қай жылғы, тоже готовыны басып, одан кейін содан кейін ең маңыздысы мына жерде реферальный код агента деген бар. Осыны басқан кезде мына жерге шығады, введите реферальный код дейді. Мына жерге сол кодты 5000 теңге бонусты алу үшін 7703 деп тересіне. Содан далее деп басқан кезде сөйтіп, в общем, регистрация жасалады. И одан кейін бонус түседі. Бонус мына жаққа түседі. Мына жерде тұрады, баланста 5000 теңге деп тұрады. Мынау лицевой счет. В общем, солай жетті. Егерде 5000 теңге бонус түспеген болса, маған мына жерге номерім жазып қоямын WhatsApp-қа, или астына сілтемеге қалдырамын. WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, осындай, мынау сен айтқандай қылып істеп едім, бонус әлі түскен жоқ деп. Сөйтіп жазсаңдар болады, мен тексеріп берем. Одан былай тұрсын, еще жаңа Яндекске, индрайверге тіркеліп қойған, бірақ та по городу заказ жасамаған адамдар, оларда уже регистрация, онлайн регистрация бәрін өтіп қойған адамдар, бірақ та по городу заказ жасамаған болсаң, мүмкіндік бар алуға. Ол үшін де тоже WhatsApp-қа жазсаң болады, лицевой счетын жазып. Сол кезде қалай алу керек екенін айтам.